Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода той мерекелерге арналған осындай той бастар қалташасын тігіп көрсетемін. Ол үшін менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Біздің той бастар қалташамызға блюр матасы керек, мен ақ түсінен таңдап алдым. Өлшемдерін айта кетейін, ені 32 см, ұзындығы 23 сантиметр болып есептеледі. Ал бұлай бүктеген кезде 16 сантиметр шығады. Ең бірінші мына үстіңгі бөлігін тігіп аламыз. Ол мен 4-4,5 сантиметр қалдырап бүктеп тігіп алам. Инелермен ұстатамын. Тігіске 0,5 сантиметр қалдырып тігіп шығамыз. Міне тігіп алдық. Енді оң бетін бір-біріне қаратып қойып, екі шетін айналдыра тігіп шығамыз. Міне қалташамызды тігіп болдық. Енді оң жағына аударып, бұл қалташаны безендіреміз. Енді қалташамызды безендіретін боламыз. Ол үшін арқан осындай әшекейлер керек. Міне осындай. Және де ине жіп керек болады. Ең алдымен мыналарымызға осындай заттарымызды қыстырып аламыз. Осы теміріміз қолда ашылады екен, қолмен жасауға да болады. Bir орын қалдырып, бірінші келесі орынға қоямыз. Түгелдей жасап алдық. Енді келесі екінші қалташамызға мынаны осыны безендірем. Ашық оған. Ашқан жерімізді қайтадан орнына келтіреміз. Міне. Екінші қалташамызға жасағанымыз осындай болып шықты. Қазақы оюда әдемі болып. Енді осыны ине жіппен тігеміз, қалташамызға тігеміз. Енді қалташамыздың ішіне толтырамыз өз қалаған затымызбен. Ал мен құраққа арналған ленталарды саламын, маталарды.
Қалташамыздың ішін толтырып алдық. Енді арқанмен аузын байлаймыз. Ақ түсті қалташаға осындай сары түсті әшекейлер, арқандар әдемі болып ашып көрініп тұратын болады. Сол үшін сары түсін таңдадым. Әдемі болып тұрады. Енді осы жерге ине жіппен безендіріп қоямыз, тігіп. Міне біздің қалташамыз дайын болды. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар.